Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Менің атым Әсел Тәжібаева, мен Өскемен қаласында тұрамын, 5 баланың анасымын. Бүгін мен сіздермен бөлісейін деп отырған нәтижем, менің 5-ші баламның нәтижесі. Менің 5-ші балам уақытынан бұрын туылып қалған бала. Сол бір неделе, даже 1 миллиграмм жаңағыдай сүтті де қорыталмаған бала, басына 3 рет қан кетіп қалған бала, сол өте жағдай ауыр болып туылған. Өйткені мен жаңағы маткам ажырап кеткенде 5 сағат бала оттегісіз іште жатып қалған, жаңағы қанды жұтып алған болуы мүмкін. Өйткені 1 миллиграмм жаңағыдай сүтті қорыта алмау, жағдай өте төмен болып туылды. Соның арқасында, соны мен өзім солай деп ойлап отырмын. Өйткені бала 20 күн аяқ қолын даже қозғалтпай солай жатты. Сонда жаңағы дәрігерлер даже ойлады, ол бала адам болмайтын шығар деп ойлады. Содан 25-ші күні мен дәрігерге кірген кезде маған дәрігердің айтқаны, сіздің балаңыздың өкпесінде 100% ірің болды деп айтты. 100% ірің болды. Ондай балалар бізде өте ұзақ жатады деді. Жарты жыл, 6 ай жатуларыңыз мүмкін, 4 ай жатуларыңыз мүмкін аппаратта. Именно сондай өкпеменен бізде өте ұзақ жатады деді балалар. Содан мен жаңағы клеточный питанияны 2-3 капсуладан, кешкілігін 2 капсуладан өзім қабылдап отырдым. Одан кейін 1 айына толған кезде балаға тағы да кішкене қосымша беріп отырдым, кішкене. Содан сол клеточный питанияның арқасында бүкіл органдары қалпына келді, тезірек өкпесі қалпына келді. 45 күнде біз аппараттан шешіліп, жоғары көтеріліп, 1 апта жоғарыда жатып, 2 айында Алланың қалауымен, Аллаға шүкір, 2 айында операция бізге жасалды. Өйткені біздің диагнозымыз гидросефалия болып кетті, басында жидкость болып кетті, 3 рет басына қан кеткеннен кейін сондай диагноз пайда болды. Содан жаңағы нейрохирург келіп қараған кезде бізде сіздің балаңызда деді, жаңағы атрофия головного мозга, басында миы дамымай жатыр деп айтқан болатын. Содан бірақ менде өте осы неге деген сенім өте күшті болды. Содан бала 2 айында Алланың қалауымен, Аллаға шүкір, 2 айында бізге ота жасалды. Содан бала 3 айдың ішінде 4 рет отадан өтті. Бірақ сол жаңағы клеткалық тағамдардың арқасында баланың жағдайы осыдан кейін тез қалпына келді. Содан бізде мына жаңа технологиямыз пайда болды. Сол жаңа технологияның арқасында менің баламда, мына бересаш маған немелерді, бета-брейді бер. Сол жаңа технологиялар шыққан кезде, декабрьде 22-ші жылы мен сразу балаға беріп бастадым. Содан 1,5 айдың көлемінде басының суын тоқтатты. Врачтардың, дәрігерлердің өздері айтқан болатын, сіздің балаңызда ешқандай шанс жоқ, тек қана жаңағы осы мынандай технологиялар, тек қана аппаратпен ғана өмір сүретін бала өмірінің соңына шейін тек қана аппаратпен өмір сүреді деп айтқан болатын. Ешқандай шанс жоқ, нолевой шанс деп айтты. Содан ойлаңыздар, міне осы технологиялардың арқасында 1,5 айдың ішінде басының суы тоқтап, 3 айдан кейін мен тағы да обследованияға барған кезде баланың дәрігері қарап өзі таңғалды. Балаңыздың басындағы суының бәрі кетіп қалған. Енді 3 айдан кейін келсеңіз, может осындай жағдайда болатұғын болса, баланың басындағы аппаратын алып тастаймыз деген болатын. Бірақ біз 1 айға шыдамадық, 3 айға шыдамадым. Сол 1 айдан кейін тағы да барып, барлық обследованиядан өткеннен кейін баланың басындағы аппаратын алып тастадық. Қазір ол кезде 1 жас 2 айда болатын, қазір 1 жас 5 айымыз. Міне қазір 3 ай уже аппаратсыз бала өмір сүріп жатыр. Жаңағы даму қарқыны өте жақсы. Қазіргі жағдай өте жақсы, бірақ басымызда әлі 2 кистамыз бар, бірақ оның өзі де кішірейіп уже қайтып кетіп бара жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға осы өнімді ұсынамын. Керемет өнім. Осы өнімді ішіңіздер. Bir адамға көмегіміз тиіп жатса да, біз өте қуаныштымыз.
сау болуңуздар, аман болуңуздар.